Елдос, қайда барасың? Гитара үйрену үйірмесіне жазылған едім. Гитара дейсің бе? Оның несі қызық? Сен музыканы түсінбейді екенсің. Гитараның нәзік даусы ғажап қой. Назар аударыңдар. Жалқауларға жаңа тапсырма. Иә, Дәуеке. Барынша тырысу керек. Менің шыдамым таусылуға жақын. Иә. Бұл жолы бәрі басқаша болады. Енді не істеймін? Тағы да бастадың ба? Бұл тәтті суғар. Мен қатты қорыққанда кәмпит жеймін. Гитара әлемдегі көптеген халықтардың сүйікті музыкалық аспабы. Барлық жер шарында ма? Я, оны неге сұрадың? Әр елдің өзіне тиісті ұлттық аспабы бар ғой. Сондықтан барлық халықтардың гитара ойнауы мүмкін емес. Таңғалатын ештеңе көріп тұрған жоқпын. Сәлеметсіңдер ме, достар? Сәлем, Антонио. Бонжорно, Антонио. Мен сендердің немен айналысып отырғандарыңды білгім келіп хабарласып тұрмын. Мәселен, мен гитара үйренуге бара жатырмын. Гитара? Белиссимо! Ал сен осы гитараның Италиядан шыққанын білесің ме? Италиядан дейсің бе? Жоқ, білмеппін. Иә, солай. Тағы да бізден ең үздік скрипкаларды жасаған Страдивари деген шебер шыққан. Оның өзі әрі скрипкашы болған. Ғажап. Ал сен біздің ақын жырау Жамбыл атамыздың домбырасын көрсең ғой. Домбыра? Домбыра аспабы туралы естімеппін. Ендеше оның ғажап үнін естуің керек, Антонио. Сен тура бізге тарт. Иә, тамаша кездесу болар еді. Антонионы да көретін болдық. Солтүстікте жатыр тасы көненің, оңтүстікте сирек аңды көресің. Батыста мол ескерткіші даланың, қиырдағы қала жатыр мәңгі ұйқыға бөледі. Дүниеде мол ғой қызық бар ана, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Дүниеде мол ғой қызық бар ана, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Міне, біз Қазақстандамыз. Иә, қандай құнды нәрсені қолға түсірсек екен? Біреу естіп қою мүмкін. Мына екеуі тағы да осында жүр ғой. Иттері де жаныңда. Менің тағы да жүйкем ауыра бастады. Олар сені байқап қойған жоқ па? Сәлем! Келуіңмен, Антонио. Қазақстанға қош келдің. Рахмет, достар. Қазақстан ұланғайыр алып ел екен. Ұшақтан көрдім. Бізде қызықты жерлерде өте көп. Қазір көресің. Мен дайынмын. Әдемі ескерткіш екен. Ұлы ақын Жамбылға қойылған ескерткіш. Осы жерден Жамбыл атындағы көше басталады. Жамбыл атамызға арнап, Астана, Тараз қалаларында және Ресейде де ескерткіштер қойылған. Алматыдағы Сарқыраманың басындағы ескерткішті көрсең ғой. Ақын деген сөзді түсінбеймін. Жамбыл атамыз тек өлең жазып қана қоймаған. Домбырамен жыр айтқан. Айтыскер ақын болған. Домбыра, жыр, айтыс? Мен түсінбейтін нәрсе көп екен. Иә, мұның бәрін түсіну үшін домбыраны өз көзіңмен көруің керек. Ықылас атындағы ұлттық музыкалық аспаптар мұражайына тарттық ендеше. Онда Жамбыл атамыздың да домбырасы сақталған. Кеттік онда. Тыныш. Тұрысайын, бірақ мен темірмін ғой. Бұлай қара. Тағы да әлгі қырсық балалар жүр. Көрмей тұрғанда көзімізді құртайық. Белиссимо!
ескі де көне, әдемі ғимарат, ғажап аспаптар. Мына жерде ұлттық аспаптар жиналған. Тамаша, көне жәдігерлерді ұнатам. Қызығы әлі алда. Даңғыра өте көне дабыл аспабы. Қобыз қылмен керілген ысқышпен ойналатын аспап. Европалық скрипка, виолончель қобыздың негізінде шыққан. Ал мынау сыбызғы, ол тура флейта сияқты. Дұрыс Аяжан. Ал шертер, ол домбырадан сәл кіші. Терімен қапталған аспап. Антонио, қазір Жамбыл атаның өз домбырасын көресің. Қане, мен оны тезірек көргім келеді. Домбыра. Жамбыл атаның домбырасы жоқ. Өкінішті. Шынымен мен оны көре алмаймын ба? Мен оны кім ұрлағанын білетін сияқтымын. Білсен айтсаңшы. Босқа үргенше ұрыларды ұстамайсың ба? Аяжан, бұл дәлел затын тапты. Ізге түс, алға. Осы жерде күт, Антонио. Сақ болыңдар. Енді құтылмайды. Қазір олардың көкесін танытамыз. Көкесін көрсетейік бұлардың. Ой, берілдім. Ауырып кетті. Шайтан алғыр. Құтыл, қаш! Алақай, домбыра. Жамбыл атаның домбырасы қолымызда. Кеттік мұражайға. Антонио досымыз күтіп қалған шығар. Мінекей, домбыра өз орнында тұр. Өте әдемі екен. Үні де өте әуізді. Бұл өте көне аспап. Жалпы домбыра атаулының пайда болғанына 4000 жылдан астам уақыт өтіпті. 4000 жыл? Уа! Я өте көне аспап. Домбыраның шығуы туралы көптеген аңыз бар. Мен гитара үйренемін деген ойымнан бас тартамын. Неге? Домбыраға қатты қызығып кеттім. Е, дауысы әсерлі екен. Өнердің артығы жоқ қой. Антонио, келесі келгенде саған домбырамен ән салып беремін. Сосын маған үйретесің ғой.